Арманыңдағы мүсінге жету үшін айлап, тіпті жылдап фитнес залында тер төгіп, диета ұстау керек. Мұны бәріміз білеміз, бірақ қазіргі қоғамда мұндай еңбекпен келетін нәтижеден де жылдам жол пайда болды. Ол аптасына бір-ақ рет салынатын арнайы укол. Спорт залында сағаттап жаттыққаннан гөрі осы сиқырлы уколды таңдайтындардың қатары күн санап артып келеді. Бұл таңдау қаншалықты тиімді және ең бастысы қауіпсіз бе? Диета мен спортқа уақыты жоқтар арасында бұл уколдарға сұраныс рекордтық деңгейге жетті. IQVIA халықаралық аналитикалық орталығының дерегінше, бұл препараттардың жаһандық сатылымы соңғы жылдары 300%-ға өскен. Ал Bloomberg сарапшыларының есептеуінше 2030 жылға қарай арықтауға арналған осындай инъекциялар нарығы $100 миллиард асып түспек. Солардың бірі жылдар бойы нәтиже бере алмаған диета мен спорттан бас тартып, оңай жолды таңдаған Ангелина. Я приобрела препарат для похудения, принимала его. Мен арықтауға арналған бұл препаратты 3 апта қолданып, 5 келі тастадым. Бұл өте жақсы нәтиже деп ойлаймын. Өйткені бұған дейін түрлі диета ұстап көрдім, бірақ біреуі де мұндай нәтиже берген емес. Ең көбі 2 келі ғана кететін. Оның үстіне қазір арнайы диета ұстап өзімді ештеңеден шектеп жатқан жоқпын. Шынын айтсам, тренажер залына да бардым, бірақ ол маған жақпады. Неше түрлі диетаға отырдым, аш та жүрдім, тек гречка жеген де кездерім болды. Калорияда есептеп көрдім, бірақ еш нәтиже болмады. Қайта салмақ қосылып отырды. Бірақ айта кетейін, менен үлгі алудың қажеті жоқ. Бұл препараттың сіздің ағзаңызға қалай әсер ететінін білмеймін. Бұл тек менің басымнан өткен оқиға. Сондықтан мұны қайталамауға кеңес беремін. Тез салмақ тастау қуанышы соңында ауыр зардаптарға ұласуы мүмкін. Өйткені кез келген гормоналды немесе арықтататын дәрі-дәрмек тек дәрігердің бақылауымен ғана қабылдануы тиіс. Бұған эндокринолог мамандардың көзқарасы қандай? Медикаменттік емнің тағайындалуы эндокринолог дәрігерімен болуға тиісті. Және де ондай медикаменттік емнің алдында организмді толыққанды тексеріп, себебі ол дәрілердің қарсы көрсеткіштері болады, өзінің көрсеткіштері болады, кері әсерлер болады. Сол себептен де өте мұқият науқасты талдап, және де әр науқасқа өзінің керекті дозалары беріледі. Қазіргі таңда осы әлемде рұқсат етілген осындай көрсеткіштері бар, дәрі-дәрмектер бар. Ол медикаменті қолданатын дәрілердің әсерлері жаңағы организм тойғанын ерте біліп, және де қарын ашпайтын болады. Жаңағы желудочно-кишечный тракт дейді ғой, соның жұмысы бәсеңделеді. Бірақ әрбір дәрінің өзінің кері әсері болады. Егер дәріні көрсеткішсіз, кері әсерін ескермей тағайындайтын болса, онда әрине ол ағзаға кері әсерін тигізеді. Сол себептен де мен барлық жаңағы сырқаттанушыларға айтарым, жаңағы дәріні қабылдаудың алдында бірінші дәрігердің кеңесін алып, содан кейін ғана қабылдауға шақырамын. Арман мүсінге жетудің төте жолы тартымды көрінгенімен, оның артында үлкен денсаулық тәуекелі тұр. Дәрігерлер рецептсіз әрі бақылаусыз салынған уколдың соңы өкінішке әкелуі мүмкін екенін ескертеді. Сондықтан уақытша сұлулықтан бұрын мәңгілік денсаулықты бірінші орынға қойған абзал.